Құрметті оқушылар, қаңтар облысына талдау жұмыстарымызды бастаймыз. Осы жолы ОТ-да келіп жатқан сұрақтар дүние тарихы пәнінен. Бірінші, 1945 жылы Ұлыбританияда билікке кім келді? Дұрыс жауабы Клемент Этли болады. Клемент Этлидің билік құрған уақыты 1945-1951 жылдардың аралығын қамтиды. Екінші сұрақ, 1964 жылы Ұлыбританияның премьер-министрі кім болды? Жауабы Вильсон. Үшінші сұрағымыз, Германияның оккупациялық аймақтары. Бұл жерде дұрыс жауабы Америка құрама штаттары, Франция және КСРО болады, яғни Б нұсқасы. Негізі Германияның оккупациялаған 4 аймақ бар, оның 4-шісі Ұлыбритания болады. Ұлыбритания. Қысқартып жазайық осылай. Келесі, НАТО-ға қарсы құрылған ұйым. НАТО дегеніміз ол Солтүстік Атлантикалық келісімшарт ұйымы, негізі 4 сәуір 1949 жылы құрылған болатын. НАТО-ға қарсы құрылған ұйым ол Варшава шарты ұйымы. Варшава шарты ұйымы 1955 және 1991 жылдардың аралығында өмір сүрді. Әл-Бирунидің еңбектері арналған салалар бұл әрине астрономия салалары болып саналады. Эрих Мария Ремарктың шығармалары әрине одағы салтанатты аркада еңбегі бар және көп жағдайда батыс майданда өзгеріс жоқ деген шығармасы керек болады. Жетінші сұрақ, Антанта елдері. Әрине Антанта елдері 1907 жылдан бастап құрамына Ресей қосылды. Алғашқыда шын жүректі келісім болғанда құрамында Ұлыбритания, Франция ғана болған еді. Кейін Ресей қосылды. Сегізінші сұрақ, бейтарап саясат ұстанған елдер. Олар Швейцария, Швеция және Ирландия. Бұл жерде енді дұрыс нұсқасында Швейцария және Швеция болады, Б нұсқасы. Тоғызыншы сұрақ, Версаль келісімі қай елге қатысты болды? Германияға қатысты болды. Версаль шарты 1919 жылдың 28 маусымында жасалды. Трианон келісімі. Трианон келісімі ол Венгрия елменен жеңге мемлекеттердің арасындағы шарт болып саналады. Жермен келісімі ол Австрия менен жеңге мемлекеттердің арасында болған келісім шарты. 12-ші сұрақ. 1941 жылдың 7 желтоқсанында Америкаға шабуыл жасаған мемлекет ол Жапония. Оған байланысты фильмде түсірілді, Пёрл Харбор деген, бұл Гавай аралындағы жалпы Америка құрама штаттарының әскери базасы болып саналады. Америка құрама штаттарының негізі теңізде 500-дей әскери базасы болса, солардың ірілерінің бірі Пёрл Харбор. Кейін Америка құрама штаттары Жапонияға жауап ретінде Медуэйде жеңіске жетеді. Медуэй деген фильм түсірілді, 2019 жылы көрсеңіздер болады. Бұл оқиға 1942 жылдың маусымында болған еді. 13-ші сұрақ. Ағылшын революциясының нәтижесі республикалық билік орнады. 1649 жылы Оливер Кромвельдің жетекшілігіменен республикалық билік орнады. Бұл билік 1688 жылға дейін аралықты қамтыды. Кейін даңқты революция Вильгельм Аранскийдің есімімен байланысты Ұлыбритания республикалық биліктен конституциялық монархиялық билікке көшеді. 14-ші сұрақ. 1979 жылы КСРО-ның әрекеті Ауғанстанға әскер енгізді. 1979-89 жылдары Кеңес одағы мен Ауғанстан арасында соғыс болды. Бұл соғыста аяқталған келісімшарт Женева деп аталады. 15-ші сұрақ. Конфуций ілімі жазылған кітап Лунь-Ю деген кітап. Бұл 7-ші сыныптың 30-ші параграфы, яғни ең соңғы параграфында осындай мәліметтерді қарастырсақ болады. 16-ші сұрақ. Қытайдағы ежелгі әулеттердің бірі Шань-инь әулеті. Негізін қалаған Чэнтан. 1951 жылы құрылған ұйым дұрыс жауабы А нұсқасы болады, Еуропадағы көмір және болат бірлестігі. Бұл ұйымның алғашқыда құрамына 6 ел кірген болатын. Қандай мемлекеттер? Оларды Бенилюкс деп атаймыз. Бельгия, Нидерланды, Люксембург және де Германия. Германиямен көп уақыт бойы соғысқан француздар, сондай-ақ Италия. Осы Еуропадағы көмір болат бірлестігіне байланысты қабылданған декларацияны Шуман декларациясы деп атаймыз. Оның авторы Ги Молле. 18-ші сұрақ, Қырым соғысы. Қырым соғысы 1853-56 жылдары болды. Бұл түріктер мен орыстар арасында соғыс. Қырым соғысы кезінде Танзимат деген реформаны тоқтап тұрған болатын. Кейін еуропалықтардың қысымына байланысты Танзимат реформасының екінші топтамасы басталды, екінші кезеңі. 19-ші сұрақ, Чан Кайши. Чан Кайши ол Қытайда Гоминдан партиясының жетекшісі болды. Гоминдан партиясын құрған ол Сун Яцен, ал негізгі ұзақ уақыт бойы билеген ол Чан Кайши. Гоминдан партиясы Чан Кайшидің жетекшілігімен 1925-тен 1949 жылдардың аралығында билік жүргізді. Юань Шикай Қытайдың президенті болды. Юань Шикай 1913-16 жылдары билік құрды. 16 жылы Юань Шикай қайтыс болды.